Сәлем достар, сіздермен өте тез дайындалатын жұмсақ блинный пісіретін боламыз. Алдымен бізге 180 грамм сүт, 2 жұмыртқа, шым тұз, 3 ас қасық құмшекер, қалауларыңызға қарай салсаңыздар да болады. 10 грамм қамыр қопсытқыш, барлығын салып алып, жақсылап араластырып аламыз. 250 грамм ұн және 70 грамм сұйық май салып, жақсылап араластырып аламыз. Блинный жұқа болу үшін қамырымызды сұйықтау қылып дайындап аламыз. Дайын болды. Қызып тұрған сковородкаға екі жақ бетінде қызартып пісіріп аламыз. Міне блинныйымыз дайын болды. Лайк, подпискамен қолдап кетіңіздер, ас болсын.